Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін өте дәмді қысқа арналған компоттар дайындайтын боламыз. Үй жағдайында дәл осылай натуральный етіп жасап, қыста рақаттанып отырып ішіңіздер. Достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда керемет дәмді рецептіммен бөлісемін. Маған бар болғанда жерде 800 грамм қара жүзім, 1 килодай шабдалы, 1,5 килодай қара өрік қолдандым. Мінекей барлығында 5-5 данадан алғашында осылай салып шықтым. Жетпей қалама деп ойладым. Жоқ, артылып қалды, кейінірек үстінен тағы да салып отырдым. Қыздар, мінекей менде барлығы 2 литрліктен 5 банка шықты. Мына жерде пока сіздерге үшеуін ғана көрсеттім. Барлығында осылай 5-5 данадан санап салдым. Үстіне кейінгісінде қара өрігімді, мінекей барлық банкаларыма осылай 5-5 данадан қара өріктен де салып шықтым. Қара өрігім менің өте дәмді әрі қатты болып шықты. Ләж болса, жемістеріңіздің қаттырақ болғаны дұрыс. Жүзімді де қыздар, мен барлығында қол мөлшермен, яғни көз мөлшермен бір уыстан осылай 1-2 уыстан салып шықтым жүзімді де. Қара жүзім болған жақсы, арасында менде дәнегі жоқ, өте тәтті жүзім. Осы жүзімнің өзі керемет дәм береді қыздар. Жүзімнен компот жауып көргенсіздер ме? Жаппасаңыздар, енді жауып көріңіздер. Мен лимонның бір тілімін салдым. Дәмі деген өте керемет болып шықты компотымыздың. Мінекей, енді осының үстіне қайнап тұрған суымызды құйып аламыз. Қант салмай тұрып, алдын ала осылай қайнаған суда 20 минутқа жемістерімізді ұстап тұрамыз. Сонда банкаларыңыз атылмайды, және де ешқандай қорқынышсыз қысқа сақтауларыңызға болады. Достар, мұнда мөлдірдің асханасы деп инстаграм парақшамды да қалдырып кеттім. Инстаграм парақшама да тіркеліп алыңыздар. Ол жақта да мен көптеген рецепттермен бөлісіп отырамын. Мінекей достар, 20 минут тұрғаннан кейін суымызды қайтадан қазанымызға құйып аламыз да, үстіне менде 150 граммдық бокалмен, шамамен 1,5 бокалдай салдым. Мен көз мөлшермен 200 граммдай әр банкаға қанттан салып шықтым. Барлығына да осылай салып шықтым. 1,5 стакандай барлық суымыз құйып алған қайнап шықты. Осы суымызды қайтадан жаңағы жемістеріміздің, яғни банкамыздың үстіне қант салғаннан кейін құйып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, суымыздың светі де өзгерген, өте керемет болып шықты. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Менде былтырғыда мята қосып жапқанда дәмі онша болып шыққан жоқ. Бұл жолы тек қана лимонды қолдандым. Дәл осы мен рецептпен жасап көріңіздер. Қыста рақаттанып балапандарыңыз ішетін болады. Осылай екінші қайтара құйған суымызбен банкамызды жауып алатын боламыз. Арнайы жапқыштың көмегімен осылай бұрап жауып алдым барлығында. Ең соңында бұрап алғаннан кейін міндетті түрде тексеріп алыңыздар, суағып тұрған жоқ па, жақсылап бекітілді ме екен. Мінекей дәл осы компотты жасап ішіңіздер. Өте дәмді. Достар, сонымен қатар менің каналыма, парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және де видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, назарларыңызға рахмет. Дәл осы рецептпен жасауға сіздерге де кеңес беремін. Тағы да каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Өте оңай компоттың түрі, жасап көріңіздер.